Жақсылық қылсаң өзіңе. Киімі өрім-өрім бір қайыршы, ауыл кезіп жүріп үнемі. Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе деген сөзді қайталай беретін көрінеді. Бір ауылда көрінгенмен ұрсыса кетуге дайын тұратын көкбет долы қатын тұрады екен. Сол әйел қайыршыға табананға у қосып береді де, жақсылық болса да, жамандық болса да көріп алдым, мә, сенің өзіңде сөзіңде құрысын, деп мысқылдайды. Қайыршы кетеді. Ауылдан шыға бере қайыршы алыс жолдан арып ашып келе жатқан керуенге кездеседі. Керуенге ілесіп, азып тозған егде кісі мен жас жігіт қайыршыдан нан сұрайды. Қайыршы көкбет қатын берген нанды ұстатып жөніне кете барады. Біраз уақыт өткеннен кейін нан жеген қос жолаушы уланып жан тапсырады. Керуендегі жұрт дүрлігіп жиналып қалады да біреуден біреу сұрап, бұл әлгі қайыршының ісі екенін біледі. Керуен басы қайыршыны ұстатып, сен неге біздің жолдасымызды өлтірдің деп жауапқа тартады. Қайыршы болса бар жағдайды баяндап, бір топ адам шауып барып, долы қатынды сүйреп әкеледі. Онда қара, не істегеніңді қара басқыр деп өлген жолаушыларды әйелге көрсеткенде әйел шашын жұлып, бетін тырнап айғайға басып жылай бастайды. Сөйтсе, әлгі әкелі балалы жолаушылар көп уақыт бұрын сапарға кеткен өзінің ері мен ұлы екен. Енді ғана ел жеріне жете берем дегенде өздерінің ең жақын адамдарының қолынан ажал құшыпты. Қайыршының айтқан сөзінің ақиқатына көзі жеткен көкбет қатын зар еңіреп қала береді. Қарапайым сөздің ақиқатына көз жеткізу үшін кейде қаншама қымбат құрбандық қажет болады десеңізші.